Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін біз осы жүрілген көліктер түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, біз шығарымда Audi 100 дискісі ақ түсті, жалпы сырты боялған, үстінде мынандай лого бар екен. Жалпы көліктің бағасына келетін болсақ, 98 жылғы екен көлік. Audi 100 механикада 207 мың км жүрген, қаншалық трасса өтірік екен білмеймін. Қозғалысының көлемі 2-0, бензинмен жүреді, бағасы 790 мың теңге. Артын көрсетейін. Lada Priora 1 2012 жылғы механикада, қозғалысының көлемі 1,6, 209 мың км жүрген, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 2,8 мың теңге. 2,380 мың теңге. Lada Granta қалпақтар кигізілген, іші матадан жасалған. 2013 жылғы 1,6 қозғалысының көлемі 265 мың км жүрген екен, алдыңғы жетекті, бағасы 1,590 мың теңге. Ақ түсті. Келесі арзан көлік бізде Lada Granta тағы да біреуі. Жалпы титанды диск, үстінде жүксалғышы бар екен, іші матадан жасалған. 2014 жылғы, қозғалысының көлемі 1,6, 169 мың км жүрген, алдыңғы жетекті, бағасы 2,280 мың теңге. Lada Granta'nın тағы да біреуі, сұр түсті, іші матадан жасалған. Жалпы көлік 2014 жылғы екен бұлда. 122 мың км жүрген, бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті, бағасы 1,690 мың теңге. Келесі Mazda 323 қызыл түсті, пішірген жерлері бар, іші матадан жасалған, 1,3 қозғалтқышының көлемі, бензинмен жүреді, 250 мың км жүрген, бағасы 650 мың теңге. 650 мың. Артынан көрсетіп өтейік. Мұны Mazdaның арты, аржанда Granta бар. Mazda 626. Жалпы көліктің іші матадан жасалған. Қозғалысының көлемі 2,0, 330 мың км жүрген екен. Бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті, бағасы 830 мың теңге. Үстінде лого бар екен. 92 жылғы. Mazda 626. Мынандай Nissan Almera Classic деген көлік. Іші матадан жасалған, шақшыдайды сияқты. 2011 жылғы 1,6 қозғалысының көлемі 142 мың км жүрген, бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті, бағасы 3,590 мың теңге. Арзан джипті көрсете кетейік. Мындай Raptorмен қапталған. Raptor дейтін еді ғой осыны, осы түсті. Жалпы көліктің іші бұлғардан жасалған. Ақ түсті. Nissan Armada 2007 жылғы, қозғалысының көлемі 5,6 екен, бензинмен жүреді, толық жетекті,
309 мың километр жүрген, бағасы 2 миллион 780 мың теңге. 2 миллион 780. Тағы да бір көлік. Surf. Toyota Hilux Surf. Джипкон темірден жасалған. Үстіне шықсаң майыспайды. Жақсы негізі көлік. Оң жақта екен рулі. Көлік 96 жылғы дизельмен жүреді, 270 мың километр жүрген, толық жетекті. Бағасы 3 миллион 790 мың теңге. Мұндай ауа шығарғыштар бар екен. Іші велюрдан жасалған. Ашық екен іші. Іші мұндай. Артын көрсете кетейін. Volkswagen Passat. Қара көк түсті, қою көк түсті. Іші былғардан жасалған. Жалпы көліктің қозғалышының көлемі 2,8, бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті. 117 мың километр жүрген екен, бірақ жүргені рас па өтірік па білмеймін, 117 мың. Бағасы 1 миллион 990 мың теңге. 2 миллионға көлік іздесеңіздер, осындай көлікті көрсеңіздер болады. Мынау бізде Lada Largus 2014 жылғы ақ түсті. Үстінде жүк артқыштары бар. Рейлинг. Іші матадан жасалған. Қозғалышының көлемі 1,6, 314 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 2 миллион 90 мың теңге. Мынадай Mitsubishi Space Star деген машина бар екен. Жалпы көлік сыртына қарасаң жақсы жағдайда сияқты, іші матадан жасалған. Көлік 2002 жылғы 1,6 қозғалтқышының көлемі 270 мың километр жүрген, бензинмен жүреді, бағасы 2 миллион 790 мың теңге. Механикада. Renault'ның седан шанағы екен, қара түсті. Жалпы мына жерден қараңыздар. Не мынау? Түсінбей қалғазым. Жалпы көліктің іші матадан жасалған, механикада. 2011 жылғы 1,6 қозғалтқышының көлемі 213 мың километр жүрген, бағасы 1 миллион 810 мың теңге. Джентра іздеп жүргендер бар ма? Джентра. Daewoo Джентра. Қарапайым дисклер, бетіне қалпақ кигізіліпті. Жалпы көліктің іші матадан жасалған, механикада. Қозғалышының көлемі 1,5, 175 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті, бағасы 3 миллион 190 мың теңге. Ал, міне. Лифан 2016 жылғы. Жалпы іші былғардан жасалған екен. Механикада. Жалпы көлік 2016 жылғы Lifan X50 механикада. Қозғалышының көлемі 1,5, 145 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 2 миллион 990 мың теңге. Хэтчбек шанағында көлік 3 миллионға. Lada Largus 2019 жылы екен, бірақ қымбат екен, 5 миллион 910 мыңға. Мынау бізде Mercedes-тің джибі
жалпы іші былғардан жасалған, жаман жағдайда деп айта алмаймын. Көлік 99 жылғы ML320 екен, қозғалышының көлемі 3/2, 200 мың км жүрген, толық жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 2 490 000 теңге. Бірақ бұл көліктің айналдыра боялғанын есепке алуымыз керек. Әшейін көзбен қарағанның өзінде боялғаны көрініп тұр. Осымен шығарылым тәмам. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар.